Сәлеметсіздер ме, бірінші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Балалар, менің соңымнан қайталаңыздаршы. Қайырлы күн, достар. Бүгінгі күн міне, сәттілікке толсын, біздің алар бағамыз кілең бестіктер болсын. Балалар, бүгінгі сабақта мен сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, сіздер осы сабақта сөзді есептерді шығарасыздар, есептің шартын және берілгенін шығару жолын дұрыс жазуды үйренесіздер. Ал енді балалар, сіздерге Африкадан маймыл тапсырма әкелді. Ойлан тап. Қазір мен сіздерге есепті оқимын, мұқият тыңдайсыздар. Сосын жауабын маған айтасыздар. Есепті мұқият тыңдайық. Номер 1 есеп. Балалар дене шынықтыру сабағының мұғалімімен бірге велосипедпен саяхатқа шықты. Олардың 5-еуі қыз және 4-еуі ұл. Барлығы неше бала саяхатқа шықты? Балалар, осы есептің жауабы қалай болмақ? Біз барлық баланың санын табу үшін не істейміз? Алдымен есептің берілгенін дұрыстап жазып алайық. Қыз бала 5-еу, ұл бала 4-еу. Барлығы неше бала? Барлығының саны белгісіз болғандықтан біз сұрақ белгісін қоямыз. Ал енді есепті шығару үшін қосу амалын пайдаланамыз. Біз кез келген заттың барлық санын табу үшін есепте берілген сандарды қосамыз. Олай болса, 4 қосу 5 тең 9. Жауабы барлығы 9 бала велосипедпен саяхатқа шықты. Енді балалар, келесі тапсырма. Номер 2 есеп. Мұқият тыңдайық. Саяхатқа 9 бала шықты. Белгіленген орынға бірінші болып 6 бала жетті. Жолда әлі неше бала бар? Балалар, саяхатқа 9 бала шыққан болса, белгіленген орынға бірінші болып 6 бала ғана жеткен. Жолда әлі балалар келе жатыр. Енді сол қалған балаларды табу үшін біз қандай амалды пайдаланамыз? Дұрыстап ойланайық. Енді есебіміздің берілгенін дұрыстап жазып алайық. Шықты 9 бала, жетті 6 бала. Қалды неше бала? Жолда қалған балалардың санын анықтау үшін 9-дан 6-ны азайтамыз. 9 бен 6-ның айырмасы 3-ке тең. Жауабы жолда 3 бала қалды. Ал енді оқулығымыздың 14-ші бетін ашып, номер 1 тапсырмаға назар аударайық. Суретте не көріп тұрсыздар? Балалар не істеп жатыр? Олай болса, есептің шарты мынадай. Тұрақта 10 велосипед тұрды. Балалар серуендеу үшін неше велосипедті алып кетті? Есептің шартына дұрыстап назар аударайық. Және балаларға қараймыз. Балалардың саны нешеу болса, велосипедті де сонша алып кеткен. Сонда біз қалған велосипедті табу керекпіз. Сонда барлығы 10 велосипед тұрса, балалар саны 4-еу, яғни олар 4 велосипед қана алды серуендеу үшін. Сонда есепті шығару үшін 10-нан 4-ті азайтамыз. Неше қалады? Жарайсыңдар балалар. 10 мен 4-тің айырмасы 6. 6 велосипед тұрақта қалды. Енді балалар, сиқырлы сандарды табайық. Сіздерде велосипедтер берілген. Бұл велосипедтің артында қандай сандар жасырынып тұр? Соны табу керекпіз. Бірінші есепте мен сіздерге үлгі ретінде көрсетейін. 90 шығу үшін 3 велосипедті қосқанда 10-дық шығу керек. Демек 3 бірдей велосипед 30-30-дан. Сонда 30 бен 30-ның қосындысы 60-ға тең, және тағы бір велосипед 30-ның қосындысы 90-ға тең.
қалған есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер. Балалар, қараңыздаршы, велосипедтер әртүрлі болса, сандар да әртүрлі болады. Ал егер велосипедтер бірдей болса, сандар да бірдей болады. Бұл есепті дәптерге жазып, маған жібересіздер. Енді үйге тапсырма жазып алайық. 15-ші бетте оқулығымыздағы номер 3-ші есепті шығарасыздар. Бұл есепті шығармас бұрын сіздер ондықтарды қайталау керексіздер. Яғни бұнда ондықтарды қосып азайтып, есептің мәнін жазасыздар. Балалар, есепті шығарғанда есептерді бірінің астына бірін және сандарды тор көздерінің ішіне жазып, әдемілеп жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса, бүгінгі есеп шығару тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер, маған кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.